Сәлем достар, бүгін біз possessive pronouns туралы сөз қозғаймыз. Possessive pronounстар орыс тіліндегі притяжательное местоимениеге, қазақ тілінде есімдіктердің ілік септігіндегі жүктелуіне сәйкес келеді екен. Каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуларыңызды сұраймын. Possessive pronounстар есімдіктердің ілік септігіндегі жүктелуі заттың біреуге қатысты екенін анықтайды. Және де whose, кімнің, кімдікі деген сұраққа жауап береді. Ілік септігіндегі есімдіктердің формасы екі түрге бөлінеді. Біріншісі, яғни басты. Ол анықтауыш қызметін атқарады және де зат есімнің алдында тұрады. Ал абсолюттік екінші зат есімнің өзін алмастырады. Мысалы, мынандай сөйлемдерге көңіл аударайық. This is not my bag. Мынау менің сөмкем емес. Mine is not here. Менікі бұл жерде жоқ. Мынандай кестеге мән берейік. Жүктік есімдігі, яғни I, you, he, she, it болса, ал басты форма, яғни жекеше түрде my, your, his, her, its. Менікі, сенікі, оның ұл баланікі, her қыз баланікі, its оның, яғни ортақ неге келеді. Жанды жансыз заттарға немесе заттардың өзіне. Mine менікі, yours сенікі, his оныкі ұл, hers оныкі қыз, its оныкі затқа арналады. Және де көпше түрде we, you, they болса, our, your, their. Ours, yours, theirs. Біздің, біздікі, сіздің, сіздікі, олардың, олар. Insert the necessary form of the possessive pronouns. Мынандай сөйлемдерге possessive pronounsты қойып шығайық. Where is I болған кезде my book. Where is my book? Менің кітабым қайда? I don't like our flat. Мен біздің пәтерімізді ұнатпаймын. They is better. Олардікі жақсы. There is better. This is my book. Мынау менің кітабым. And where is yours? Сенікі қайда? No, this purse is not yours. It is his. Don't touch this book. Мына кітапты ұстама. It is not mine. Бұл менікі емес. I like their flat very much. Назарларыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.